Бестім кітап шығып кетті. Әр томында 200 өлең бар, әр өлеңде 10 шумақ, 20 шумақ, поэмалар бар. Ол енді күндіз түні жазған кісі. Маған айтушы еді, балам, осы жасым қойған сайын шабытым күшейіп кетті. Мынау өнердің киесі, мынау өлеңнің киесі түнгі сағат 2-де 3-де мені оятады. Күніге 2-де 3-де оянамын, сол кезде бірнеше әндер өлеңдер құйылып тұрады. Мен оны амалсыз жоқ, орнынан тұрамын да жазамын. Бір күн ұйықтатпайды. Өйткені мен оны кейінге қалдырсам ол өлең қайтып келмейді дейді. Амал жоқ, түнгі сағат 2-де 3-де тұрамын да таңға дейін 5-6 өлең жазып тастаймын. Шабыт түнде келеді ғой енді. Енді ұйықтап жатқан адамға шабыт келе ме келмей ме, бірақ енді үлкен бір күш, Құдайдың құдіретіменен енді нағыз енді ақымақ толған кісі ғой. Сол анда түнде де жазады, күндіз де жазады. Тамақ отырып, тамақ ішіп те жаза салады. Ойнап шумақ өлеңдер келіп қалса. Менің өлеңдерімді мен жазған 1-2 эпизодтан айтып берейін. Кейде жұмыстан кейін кеш барып қаламын 11-12-лерде. Сол кезде енеме айтамын, папам үйде ме ұйықтап қалған жоқ па, жатып қалып көрейінші дейді. Жатып қалып ұйықтап қалған белгілі еді. Соны ержан келді деп оятады, ол кісі жаңағы қалады, келіп қуанып кетеді менің өлім. Кел балам, кел деп, қалай жағдай, бар жағдайды сұрасып қалған екен. Ал шаруамды айт дейді. Сол кезде мен осындай бір ән туып еді деп жаңағы әнді айтып беремін ғой. Қиын романстарды айтып беремін. 17-20 буыннан тұратын, бір қатарынан 17-20 буыннан тұратын романстарды айтып беремін ғой. Сол кезде бір рет ертең кел деп айтқан жоқ. Немесе ривасын жазып беремін деп ондай қайтарған. Бүгін барам, бүгін жазып беремін. Ең таңғалғаным кейде ортасында бір шумақты жазады, жоғары қарай өрбітеді, төмен қарай өрбітеді. Кейде ең соңғы шумақты жазады, жоғары қарай өрбітеді. Мен соны көріп таңғалдым. Bir sözünü өшірмейді. Жазады, алдыма көшіріп ал дейді. Мені нашарға көшіріп ал дейді. Мен де көшіріп алам ғой. Сөйтсе бұл жаңағы оригиналды өзіне сақтап, жоғалтпай жинайды екен. Ал мен көшіріп алған затымды құрыстап жүріп, әртүрлі мен өнер жолында жүрген кейін құрыста көп жүрдім. Мен ана кейде өлең сөзін жаттап алмай жоғалтып алады екен. Кейін жинап шыққан кезде қарасам, Ержанбек Озековтың ана сөзі есіме түсті, ән есіме түсті. Жақында, сол қалам ғой, қалай әнді сөйтіп қалған екен. Бірақ жақында торсал кешімде Бақтияр Талапбаев бір арнап ән жаздым. Енді ол сөз келіп қалды, анау кітапта сөзін ұмытып қалған менің өлеңімде тұр. Соның сөзі менің қазір жазған әніме тура келді. Солай да жаңағы ән анау өлеңге екінші басқан туылды. Енді біздің творчылық табысымыз, біздің жаңағы еңбегіміз, жаңағы жемісіміз деп айтайық. Енді менің барыма сол Қайнатаның үлкен ғұлама ақындығы, оның лирик ақындығы, оның романс сөздерін жазған кезде, романстың сөзін жазу, лириканың сөзін жазуды ойымыз. Романс жазу өте қиын. Романс жазғанда бір адамның тағдыры, бір өмірдің бір тағдыры тұрады. Соның бәрін қазақтың жыры сияқты. Соны қиыстырып, романста керекті сөздерді туғызып, соны жазып берген мен ондай ақын бола ма, болмай ма. Енді өлең бүгін қазір кездесіп, қазір естісем, романстық сөз жазып оңай емес. Қазақтың маңдайына біткен ақын, қазақтың маңдайына біткен композитор және ең әдемі қорымыздағы алтын дуэтті тыңдаған шығармалар, иә? Ендеше қазір өлең тыңдау керек сияқты, аға? Енді жаңа жыл болғаннан кейін ертеректе бір жазылған ән бар. Жастарға арнап жазған негізі. Қайнатаға айтқам, сәл көңілді, сәл әзіл бар жазып берген жүрді. Жастарға арнап жазған өлең беді, бірақ көптен бері айтылмай кеткен. Бірақ жақында өзімнің жаңағы творчылық кешімде Мақпал Жүнісов екеуміз дуэтпен шықтық бұл әнді. Қазір өзімнің орындауымда қабыл алыңыздар. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жылда әр уақытта жаңа бақытқа келіңіздер. Аға кешірім сұраймын, енді құттықтауыңызды мына камераға айтасыз, 5-ші камераға. Осыған айтасыз, аға. Күте тұрамыз. Ал енді кеттік. Жаңа жылға әр уақытта қазақ халқына аспанымыз ашық болсын, дастархандарыңыз қуанышқа жайылсын, жаңа жылда жаңалықтар көп болсын. Ең бастысы ойлаған мақсаттарыңызға жетіп,
дастархандарыңыз берекелі, берекелі болсын. Мына жылқы жылы киелі жыл деп есептеймін, өйткені біздің ата бабаларымыз жылқының үстінде жүріп, талай найзаның ұшыменен осынша жерге ие болған, жылқының үстінде жүріп ұйықтаған, жылқының сүтін ішкен, жылқының етін жеген. Жылқы деген өте ақылды жануар, еш уақытта өзінің жаңағы несін іштерде суықтап қалдырмаған. Осы жылқы жылы бір Қазақстанға бір жақсы жыл, бір мерекелі, берекелі жыл болсын деп тілегімді отыр. Жазылды. Стоп мотор. Так, енді не істейміз? Виктор айтып ведущийлар отырып, риза болсын, әзір қосылып. Давайте бәрін тұрамыз. Құрметті біздің ер азамат жүргізушілеріміз жанымызға келіп отыра қойыңыздар. Қонақтар бәрін отырамыз. Отырғызамыз, барлық орындарын отырғызамыз. Сахнаға. Олжас. Ребят, дайте микрофон, не слышно. Раз, ребят. Тамашалап отырамыз. Особо орныңызға отырамыз.